Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге болсын. Бүгінгі видеомда осындай тәтті жұп-жұмсақ булочкалар, осындай тәтті тоқаштар. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Қарапайым рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте оңай, жасап көруге кеңес беремін. Ең бірінші таза ыдысымызға міндетті түрде жылы су мен жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін жарты шай қасық тұзымызды қосып араластырамыз және де қантымызды қосып ерігенше араластырып аламыз. Ары қарай достар, ашытқымызды саламыз. Ашытқымыз міндетті түрде свежий болу керек және де жұмыртқамызды салып араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Барлығы бір келкі болып араласқаннан кейін ұнымызды қосып, шетінен бөліп қосқаннан кейін жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін пищевой пленка немесе таза пакетпен жауып, 1 сағат немесе жарты сағатқа қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп, дысымызға пергамент қағазын төсеп алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақ етіп жинап шығамыз. Барлығын осылай домалақтап алғаннан кейін осылай қойып қоямыз. Тағы да осының бетін жауып 15 минутқа көтеріледі, тағы да қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, нандарымыз қарасаңыздар. Енді осы қамырымыздың үстіне бір жұмыртқаны жарып, жағып шығамыз сарысын. Барлығын осылай жағып аламыз. Одан кейін қалауларыңыз бойынша кунжут немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Ештеңе сеппей шықсаңыздар да болады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Өте әдемі болып көтерілді. Міне біздің тәтті тоқаштарымыз, булочкаларымыз әдемі болып пісіп шықты. Достар, қараңыздаршы, өте керемет дәмі, енді айта алмаймын. Сіздер жасап көріңіздер, өте оп-оңай. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!